Барлық киносүйер қауымға сәлем. Бүгін біз жестокие игры фильміне шолу жасайтын боламыз. Хан кино каналы сіздермен бірге. Арнада тек қана үздік фильмдер мен сериалдар. Арнаға жазылыңыз, және сіз әрқашан не көру керектігін білетін боласыз. Психологтың қабылдауында болған бай жігіт Себастьян кенеттен оның жанына келіп тиісе бастайды. Оның басты проблемасы ол үнемі қыздарды төсекке жатқызуға тырысады. Вот бабникта. Сондықтан ол доктор Гринбаумды тым ұзақ құшақтайды. Доктор Гриннің қызы телефон шалып, өзінің жалаңаш суреттерін интернетке жариялаған бұрынғы жігітіне шағымданады. Бұл біздің кейіпкеріміз Себастьян болатын. Себастьян, енді біз білеміз ол бабник екен, басқа қызды тез тауып алады. Декан Келли Кэтринді қызын басқаруды табысты студентке сеніп тапсырады. Сесиль Кэтриннің айтуынша бәрін жеңу үшін Құдайға жүгінеді. Сонымен бірге ол кеудесінен нәңкіреш шығарады. Қызы әрқашан үйде және ер балаларды көп көрмеген. Ол Манчестер мектебінде оқитын болады. Бір өкініштісі, Кэтриннің туған ағасы да Манчестер мектебінде оқиды. Себастьян бөлмеге кіріп, Сесильге бір тесіліп қарап жібереді. Анасы мен қызы кетіп қалады. Золотая молодежь тобына жататын бұл екі өкіл жұртты азғырып, көңіл көтеріп жүр. Кэтрин ағасына бір өтініш орындауды сұрайды. Ол Курт есімді жігітпен жүрген, ол үшін барлығын жасаған. Ал ол болса басқа қызды таңдап кеткен. Таңдаған қызы тупая Сесиль болып шығады. Сондықтан семестрдің аяғына дейін оны мектептегі бас жеңіл жүрісті қыз етуін сұрайды. Бірақ Себастьян бұдан бас тартады. Бұл тым қарапайым естіледі. Бірақ оған тұрмысқа шыққанға дейін пәктігін сақтағысы келетін туралы журналға мақала жазған қыз оны қатты қызықтырады. Ол біраз уақыт Себастьянның тәтесінің үйінде тұрады. Оның әкесі олар мектебінде директор болып тағайындалған. Себастьян барлық жеңістерін арнайы күнделікке жазып жүр екен. Кэтрин ағасына бәстіуге шақырады. Егер ол қызды сындыра алмаса, әпкесінен өзінің винтажды ягуарын береді. Ал егер ол қыздың пәктігін алатын болса, қалағанша өзін пайдалана алатын айтады. Аннет өзі тұратын поместьемен таныса бастайды. Себастьян қазірдің өзінде құрбанын күтуде. Ол бірден Аннеттің журналға жариялаған жыныстық қатынассыз манифестін сынай бастайды. Мүмкін ол жай ғана лесбиянка шығар. Аннет бабниктің беделін естіген. Оған бұл туралы біреу ескерткен. Ол Себастьян қызды айналдыру тактикасын сипаттай бастайды. Сесиль мұғалімні виолончельде ойнап отыр. Рональд білдіртпей артынан келіп отырады да аспапта ойнауды көрсетеді. Қыз бірден қозып кетеді. Сабақты Кэтрин үзіп жібереді. Вот сволочь-та. Себастьян өзінің гей досын Брайанға келіп, Аннетке өзі туралы біреудің айтқанын жеткізеді. Бұл сөзсіз футболшы Грег болатын. Ол Аннетпен бір қаладан, және ол оны ұнататын сияқты. Бірақ Брайан Грегтің қыздарды ұнатпайтын, оның жігіттерге қарайтын айтады. Вот жартылас екен, а? Ол екеуі бірнеше түнді бірге өткізген. Себастьян Грегпен кездесуін сұрайды. Оған қатысты бірнеше жоспары бар екенін айтады. Брайан звондағанда Грег өзінің спортсмен достарына бір керемет қызбен болғанын айтып жатыр өзінше. Қайдан білсін андай екен оны. Кэтрин Сесильдің Курт екеуінің арасындағы қатынас жөнінде сұрайды. Қыз жігіттерден қорқатынын мойындайды. Ол олармен ешқашан сүйіспеген. Кэтрин Сесильге дәл осы жерде жаттығуды сынады. Екеуі сорса бастайды. Қыздар көздерін жұмып рахатқа батады. Сесильге бұл шынымен ұнады. Досы оны мұғалімі қара баламен жаттығуды жалғастыруды шақырады. Аннеттің көңілін аударту үшін Себастьян музыканың дауысын барына шығарады. Ол оған оқу жылының басталғанына жеке рюкзак сыйлайды. Содан кейін бассейнде бірге жүзуге ұсынады. Ол келіседі. Аннет өз бөлмесіне барып келсе, Себастьянның ана жері оған сәлем беріп тұр. Бассейнде Себастьян Аннетті айналдыра бастайды. Аннеттің оның жігіті бар екені, және ол қазір Европада вақтыда бейшара болып жүргенін айтады. Сосын бұрылып алып, қақшан етіп кетіп қалады. Себастьян Грег пен Брайанның үстінен түседі. Адам болмайтын олар. Және фотоға түсіріп алады. Грег бұл жағдайды ешкімге айтпауын сұрайды. Барлығына дайын екенін айтады. Ол Аннетке Себастьянның жақсы жігіт екенін және хат жіберген адамның атын білуін тапсырады. Бұл миссис Колдуэлл Сесильдің анасы болып шығады. Вот тварь, да? Сесиль болса мұғаліміне өзінің мықты қабілеттерін көрсетіп жатыр. Бұл Кэтрин Сесильге қарсы компромат табу үшін жасырын камера қойып қойған. Себастьян қарындасына Сесильдің өмірін тас-талқан шығару үшін көмектесетінін айтады. Інісін оргазмға жеткізбей Кэтрин тұрып кетеді.
Себастьян Аннетке телефон соғып серуендеуге шақырады. Кэтрин Сесилдің анасына оның мұғаліммен арасындағы байланысы жөнінде айтып береді. Бұл оның Манчестер мектебіндегі репутациясын құртып жіберетінін айтады. Мамасы қара баланы енді қызымен көріспесін деп қуып шығады. Ағасы мен қарындасы өздерінің арам пиғылды жоспарларын іске асыру үшін қара балаға Сесилдің онда көңілі бар, ол сені жақсы көреді деп айтады. Ол тағы хат жазу керек, ал бұл екеуі оған апарып береді. Олар Сесилге телефон шалып, жазылған хатты алып кетуін сұрайды. Себастьян оны мас қылады. Ол оны фотоға түсіре бастайды. Себастьян бір сүюді сұрайды, бірақ ернінен емес. Таңғы ас кезінде Себастьян Сесилге кеше болған жағдайды есіне түсіріп отыр. Дек балада, мажорға әпкесінің өтініші бойынша қарттар үйіне көмектесуге баруға тура келеді. Онымен бірге Аннет те барады. Сесил Кэтринге Себастьянмен арасындағы жағдаймен бөліседі. Екі аяғының ортасынан сүйгенін айтады. Басында ұнамады дейді, кейін ұнады дейді, сосын артынан тағы да бірдеңе деді дейсін. Кэтрин бұнымен тоқтай қалмай Себастьянға оны үйрете беруін сұрайды. Сесил енді Себастьянға маза бермейді, бірақ та мажордың барлық ойы Аннет жайында. Себастьян оған ғашық бола бастаған сияқты. Ол оны сүйіп алады. Аннетте оған деген сезімі бар екенін айтады. Кешкісін Аннет Себастьянды бөлмесіне кіргізеді. Ол екеуін бүгінгі түнде бірге болғанын қалайды. Бірақ Себастьян олай жасай алмайтынын айтып шығып кетеді. Вот торымызда. Кэтрин Себастьян әрекеттерін түсінбейді. Вот мен де түсінбеймін. Ол Аннеттің достарының үйіне кетіп қалғанын айтады. Гректен Себастьяны Аннеттің қайда кетіп бара жатқанын біліп алады. Вокзалдан оны күтіп алады. Себастьянды деп сүйіп алады. Мұның барлығы Кэтринге ұнамайды. Кешкісін Себастьянды шақырып алады. Себастьян кроваттың астынан черный тауып алады. Бұл не істеп жатырмын? Кэтрин Себастьянға бәстің жүлдесін беруге дайын, яғни өзін. Бірақ Себастьян оның бетін қағады. Оны қаламайтынын айтады. Кэтрин болса сүйіп алады, бірақ ол оған енді қызық емес екенін айтады. Содан кейін ол Аннеттің мектеп директорының қызы екенін, оған мұндай бабник күйеу бала керек емес екенін, сонымен қатар Кэтрин адамдардың бір күнде өзгермейтін сенімді екенін және Себастьян әлде болса сол бабник екенін еске салады. Мажор сүйіктісіне бәрін мойындауға ниетті. Ол оның үйіне келеді, бірақ сол жерде ол Аннетке оны жақсы көрмейтінін және оның төсекте қандай екенін білгісі келгенін айтады. Жігіт жылап, ренжіген сөздерін айта береді. Ренжіген қыз айқайлап Себастьянды қуып жібереді. Енді ол Кэтринге Аннетпен ажырасқанын айту үшін келді. Ол өзіне тиесілісін алуға дайын. Кэтрин Себастьянды алғашқы шынайы махаббатынан бас тартуға мәжбүрлегені үшін мазақ етеді. Ол оның қолындағы ойыншық және оған ештеңе бермейтінін айтады. Себастьян жылап қалады десе. Себастьян өзінің алданып қалғанын түсінді және енді Аннетке телефон шалады. Себастьян Аннеттің үйіне келеді, бірақ олар оны кіргізбейді. Сосын қызға хат беруін өтінеді. Онда ол басқаларды келекетуден ләззат алған жазған. Енді ол сүйгенін ренжітті. Сондай-ақ ол оған өзінің махаббат жеңістер жинаған күнделігін береді. Ол өзінің туған қарындасына бөлек бет арнаған. Түнде ол қара балаға телефон соғып, Себастьян оны ұрғанын айтып, келгенін қалайды. Және Сесил мен Себастьян арасында андай қатынас бар екенін айтады. Көшеде ол Себастьянды көріп, олардың арасында жаман төбелес басталады. Аннет оларға «Эй, қойындашы!» дейді, бірақ ол жолға құлайды. Себастьян оны құтқарам деп өзі қағылып өледі. Қасқа бала. Ол Аннеттің қолын ұстап, оған ғашық екенін айтады. Енді өлместен бұрын айтқан ғой. Кэтрин трибунаға шығып ағасы туралы сөз жібереді, бірақ оқушылар бұны тыңдамаңдар деп бір-бірінің артынан шығып кетеді. Сыртта Сесил барлығына тәптер таратып жүр. Оның негізгі мазмұны Кэтриннің басынан өткен сұмдық хикаялары. Осылай Кэтриннің қасықтап жинаған абыройы айрандай төгіледі.